Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге жүзімнің пайдалы қасиеттері туралы айтпақпын. Жүзімнің 30 грамм жас тамырын 2 литр суға салып қайнатып, шашыңызды жусаңыз, қайызғаңыз кетеді, және де шашыңыз одан әрі жақсы өседі. Ал көктемде оның сабағын кесіп алып, шырынын бетке жақсаңыз, бетіңіздегі қара дақ пен секпіліңіз кетіп қалады. Шырынын мол етіп жинап, күніне 3 рет ішсе, бауырға таптырмайтын ем болмақ. Ал ұзынша келген ақ жүзім бауыр мен көк бауырды жазып, қан қысымын төмендетеді. Буынға суық тигенде қара жүзімді жегенді жөн. Жүзімнің ағзаны қатерлі ісіктен қорғайтын қасиеті де бар. Онымен қан азаю сырқатында емдейді. Қара жүзім шырыны қанның ұйып қалуын болдырмауға шипалы. Жүрек шаншып ауырғанда сары мейізді ет тартқыштан өткізіп, балға араластырып, күніне 3 рет шай қасықтан жеген жөн. Жүзімнің шырынына алма сірке суын қосып ішу еркектің ұрық безінің жұмысын жақсартады. Ол үшін жарты литр шырынға біраз қасық сірке суын қосады. Түстен кейін 2 уыс жүзім жеу немесе 1 кесе оның шырын ішу денеге де, ми жасушаларына да жақсы әсер етеді.